Түркістан облысындағы Түлкібас ауданында барлық салада ілгерілеушілік бар. Аймаққа іс-сапармен барған өңір басшысы Өмірзақ Шөкеев осылай дейді. Жалпы ауданда 23 көше орташа жөндеуден өтпек. Бұдан бөлек 3 мектептің құрылысы қарқынды жүргізілуде. Толығырақ тілші материалында. Ауыл ел бесігі бағдарламасын шарапатын Түлкібас ауданында көріп отыр. Осы жоба арқылы Балықшы ауылындағы Нарбота көшесінің орташа жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Ұзындығы 1,4 шақырым көше жақында ел игілігіне беріледі. Аудан әкімі Нұрлан Байғұт инфрақұрылымды жақсарту бағытындағы жұмыстармен алдағы жоспарларды таныстырды. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 4 медицина пункт тректің құрылысы басталып жатыр. Жалпы барлық округте, барлық ел мекендерде президенттің тапсырмасына сәйкес облыс әкімдер жылына 2 рет кездесу жасайды. Аудан әкімдері әр 90 сайын кездесу барысында көтерілген мәселелер аудандық деңгейде облыстың республикалық бюджет есебінен тиісті шешім тауып жатыр. Жұмыс сапарында Өмірзақ Шөкеев Жаскешу ауылындағы жер ана шаруа қожалығында болды. Мұнда бидай, арпа және жоңышқа өсіріліп жатыр. Жобаның қуаттылығы гектарына 35 центнер. 420 гектардың 200 гектарына бидай егілсе, қалғанына арпа мен жоңышқа өсірілген. Аталған шаруашылықта 25 адам жұмыспен қамтылған. Былтыр егерде осы Түлкібас ауданы 13 центнерден алатын болса, биыл 22 центнерге аламыз деп отқан деген үлкен жоспары бар. Яғни бұл еңбеккерлердің таза агротехникалық шаралар уақытылы істеп, мемлекеттік қолдауды алып, өзінің жаңағы еңбекқорлығын білдірген арқасында осындай нәтиже келіп отыр. Өңірде каналдарды жөндеу, ағын су мәселесін шешу бағытында да ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Облыс әкімі Шарафкент ауылындағы Боз каналының құрылысына қатысты өз ойын білдіріп, жобаның маңызды екенін айтты. Арнайы жоба аясында 11 шақырымнан астам канал жөндеуден өтеді екен. Біздердегі достық канал бол, Өзбекстаннан алатын шаруаларымыз, ол жерде Мақтаарал Жетісай өңірінде 134 мың гектар суармалы жер бар. Сол жердің барлығы Өзбекстан мемлекетінен келетін су арқылы қоректенеді. Ол жердегі айтып кететініміз, биыл осы маусым шілде айларында проблема туындап, біз өңір басшымыз министр арқылы, одан кейін жаңағы басқа мемлекеттің министрлеріне арқылы біздің суымыз көбейіп отыр. Қазір таңда солардан аламыз. Біз Өзбекстан, Тәжікстан мемлекеттен суды Сырдария өзені арқылы аламыз. Бұдан бөлек ауданда бірнеше мектептің құрылысы жүріп жатыр. Бір мектеп осы оқу жылының басында, яғни қыркүйекте берілсе, 2 білім ұясы жыл соңына дейін тапсырылмақ. Сонымен қатар бір білім ошағына қосымша ғимарат соғылуда, тағы 3-еуі осыған дейін тапсырылған болатын. Шынар Әділханқызы, Нұрлан Сұлтанбек, Түркістан 24.